Мен Алматы облысы Ақсу ауданы Қапал ауылы Ғали Орманов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Дүйсебекова Ажар Байжанқызы. Сіздерге ұсынатын сабағым әдебиеттік оқу. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер. Бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Қалайсыңдар балалар? Осындай көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Ал сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз орнымыздан тұрайық. Үш жұма өлеңді барлығымыз қайталап көңіл күйімізді көтеріп алайық, иә? Арысы жарық күні, көңіл күйі ашылады. Жарайсыңдар балалар, көңіл күйіміз бір көтеріліп қалды, иә? Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашпас бұрын бірінші жұмбақ шешейік, иә балалар? Ал мен бірінші жұмбақты шешемін, мұқият тыңдап отырамыз. Бетегелі жерге бітсем, найза ұстаған ерге бітсем. Кім жауап береді? Ал Нұрболат жауап бере ғой. Бұның жауабы ат. Жақсы, келісеміз бе? Өте жақсы, жарайсың. Ал жұмбақтың жауабын шештік. Енді барлығымыз бейне жазбаға назар аударамыз. Көп рахмет, балалар. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды болжайықшы. Бүгін не жайында өтеді екенбіз? Ал Ақбота айта қояйық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жылқы ат туралы болады. Жақсы, жарайсыңдар. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ат ерғанаты, атқа міндім. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді қолдану, әңгіменің кезеңдерін салыстырамыз және де әңгіменің дамуындағы өзгерістерді анықтаймыз. Балмұздақ таяқшалар арқылы мен сендерге мақал-мәтел жасыратын боламын. Мұнда әр оқушының аты жазылған, яғни кез келген оқушыны алып, мен мақалдың алғашқы жолын айтамын, ары қарай сендер жалғастыратын боласыңдар. Жақсы ма балалар? Яғни бүгін белсенді қатысқан оқушыларды ат әбзелдері арқылы бағалап отырады. Яғни ол тағы арқылы, ер тоқым арқылы және де қамшы арқылы әр тапсырма сайын бағалап отыратын болады. Ал енді бізде алғашқы оқушы екен? Көрейік. Яғни бізде Аружан дейді. Ал Аружанға мақалды тұра қойған Аружан. Тай атқа жеткізер, Ат мұратқа жеткізер. дұрыс па балалар? Иә. Өте жақсы, жарайсың. Яғни Аружан сенді тағамен бағалайтын боламыз. Өте жақсы, жарайсың. Ал балалар, барлығымыз келесі оқулықтың 31-ші бетіндегі екінші жаттығуға қараймыз. Өлеңді тыңда дейді. Атқа міндім деген өлең берілген екен. Бұл өлеңді қазір біз стоп-кадр әдісі арқылы оқитын боламыз. Демек, бір оқушы бастайды, мен стоп-кадр дегенде келесі оқушы жалғастыратын болады. Стоп-кадр. Калима бастай ғой. Шу жануар, бұл менің алға жатқан мінгенім. Желдірмек бұл атымды, қысып қалдым тақымды. Атым желіп жөнелді, қайтсем екен мен енді. Батылдық жоқ жаңағы, зәрем ұшып барады. Стоп-кадр. Стоп-кадр. Нұртілеу жалғастыр. Қыза түсті құрғырап, құлақ кетті шыңылдап, ат жалына жабысып, қолым қалды қарсып. Тізгін жоқ сол қолдағы, қамшым жоқ ол қолдағы. Жақсы балалар. Демек, бұл өлеңнің авторымен танысып алайық, иә балалар? Өлеңнің авторы кім екен? Қастек Байғұмаров. Демек, ол кісі 1936 жылы 15 қарашада Алматы облысы. Балалар, енді бұл өлең не туралы екен? Ал Жамбыл жауап бере ғой. Атқа мінген адам. Келісесіңдер ме балалар? Иә. Жақсы. Тағы да не туралы айтылған екен? Тағы да. Ал Өзбек жауап бере ғой. Аттың әбзелдері туралы айтылған. Дұрыс па балалар? Иә. Жарайсыңдар балалар. Балалар, ең алдымен бізге атты ерттеу үшін не керек екен? Жүгері. Ноқта керек екен, иә балалар? Ары қарай не керек екен? Бізге не қажет екен? Ер-тоқым. Ер-тоқым қажет екен, иә? Осы ер-тоқымды ерттеп болғаннан кейін біз қолымызға нені алады екенбіз балалар? Қамшыны алады екенбіз, иә балалар? Жарайсыңдар. Ал балалар, ары қарай тапсырма орындаймыз. Яғни қазір тапсырманың мына жағында ат әбзелдерінің атаулары берілген, ал екінші жағында солардың суреті берілген. Яғни соларды бір-бірімен сәйкестендіреміз. Ал бастаймыз. Жақсы балалар, ары қарай жалғастырамыз сабағымызды. Енді жылқының қандай пайдасы бар екен балалар? Кім жауап береді? Ал Нұртілеу жауап бере ғой. Биенің сүті ауырған адамға шипа. Биенің сүтінен саумал қымыз шығады. Өте жақсы, жарайсың. Жақсы жауап бергенің үшін сені тағамен бағалайтын боламыз, иә? Жақсы, өте жақсы. Балалар, енді жылқының тағы қандай пайдасы бар екен? Кім жауап береді? Ал жақсы
бастайды. Дұрыс па балалар? Жылқының тағы бір пайдасы бар екен балалар, кім айтады ал? Алла не жауап бере ғой? Ежелгі жылқыны арбаға жегіп, көлік түрінде пайдаланған. Дұрыс па балалар, келісесіздер ма? Балалар, келесі тапсырма бізде фишбон әдісі. Ол бізде қандай әдіс екен? Яғни деп айтады бізде? Айта ғой, қайма? Балық қаңқасы. Балық қаңқасы. Яғни қазір осы балық қаңқасының жоғарғы жағына жылқының қандай пайдасы бар жазып шығасыңдар, ал астыңғы бөлігіне, яғни ат әбзелдерін жазып шығамыз. Ал бастаймыз ал. Барлықтарың ауыздарында тұр. Балалар, барлығымыз орындап болдық, иә? Ал Нұрлай оқи қойшы. Қандай жылқының пайдасы бар екен ал? Ішсе сүті, жесе еті, мінсе көлік бола алады. Барлығымыз келісеміз бе, балалар? Балалар, енді қандай ат әбзелдері бар екен? Кім жауап береді ал? Кім не деп жазды? Ал Жұма жауап бере ғой. Аттың әбзелдері ер тоқым, жүрген, ноқта, қамшы, тағы. Дұрыс па балалар? Өте жақсы балалар. Бүгін балалар біз сабағымыздың мақсатына жеттік пе? Яғни біз атқа міну үшін қандай ат әбзелдері қажет екенін білдік пе? Яғни қазақта бекер ат ер қанатты деп айтпаған екен, иә балалар? Енді балалар, бүгін сабақты кім қаншалық түсінгендігін білу үшін, яғни сендер алдыларында екі сурет берген. Осы екі суреттің, яғни біреусін белгілеп қоямыз. Ал жақсы бастаймыз. Ал жақсы балалар, бүгінгі сабақты кім қаншалық түсінген білу үшін барлығымыз қарамызды көтерейікші. Кім қай суретті бояған екен? Карима, сен неге атқа мінбеген баланы бояғансың? Өйткені мен ат әбзелдері туралы әлі де мағлұматтар іздеп зерттегім келеді. Жақсы. Яғни әлі де жұмыс жасауымыз керек екен, иә балалар, көп мағлұматтар алуымыз керек екен. Тағы да кім қандай суретті бояды? Ал Нұртілеу, сен атқа мінген бала суретін боясың, жауап бере ғой. Мен өйткені бүгінгі сабақты жақсы түсіндім. Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді үйге тапсырма 31-33 беттегі атқа міндің өлеңін үйде мәнерлеп оқып келеміз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.